Так, сәлем достар, сіздермен әрекеме достар. Біз бүгін экшн программамен қандай немеде түрін сол туралы таныстырып кетемін. Мен экшн программасымен түсіремін. Бұл программаның настройкасын түгел көрсетіп шығайын. Экшн программасын алу үшін яндекс болсын любой затқа скачать. Оңай ғой. Запись для запись видео игрыстер. Содан кейін осы неден аласыздар. Оңай. Осы неден алса загрузить аласыздар, сосын осыны іздейсіздер, сосын осындай болып шығады. Және де бұл программа туралы. Бұл программада ойын түсіруге келсе, мұнда мұнан басасыздар және ойынға кіргенде жанында мынандай не тұратындай. Қанша нет FPS ұстап тұрғанын көрсетіп тұрады, сондай тұрады. Ал бұл фотоға түсіретін заттар бар. Содан кейін бұл деген веб камерасын көрсететіні, ал лайв дегені бұны білетін шығарсыздар. Мына қараңыздар, видео деген бар. Соның ішінде қандай форматта түсіресіздер, соғанға шейін бар. iVideo басасыз, мен iVideo түсіремін және мұнда формат таңдай несі. Мен не айтса ең жоғарса, ал 1080 720 деген тұрғандай. 1080 жақсы ғой, ең жақсы ғой, миниатюрадан да жасағандай. Аппан қылып түсіреді, ал бұл запись дегенге мопес M3 мод 4 аудио деген болады. Ал бұл фотоға түсіріп скриншоттар көрсетеді. Ал мына жерден настройка бар. Соған кіресіздер. Сол кезде мынаған видео деген екінші тұрады, соған высокое кіресіздер. Содан кейін мынаған 725. Бұлар важный емес. Бұл деген несі. Ал ең бастысы микрофон. Микрофонды не уманчайнеге кірсеңіз. Уманчайнеге бірдеңе орысша түсу. Соған кірсеңіз дауысын шықпайды. Микрофон дегенге басасыздар, галочка қойасыздар. Ал содан кейін болды тек. Осылай істейсіздер. Ал бұл екінші лайв деген бұл андай стримде қанша неге дейін баратын. Размер дейін. Ал бұл FPS, ал бұл бүйтіп қойсаңыздар 2000 мегабайт секундын алады деген сөз. Мен 500 қылып қойдым. Бұл жерде YouTube тегінге кіресіздер және жаңағы трансляцияның несін қойасыздар, лайвтың кодын қойасыздар, болды. Сосын мына жерге new плюс деген плюс несін клавишін басасыздар. Ал видео түсіру үшін F9 басасыздар. Бұл оңай экшн программасы, өте керемет программа, өте жақсы программа, өте түсінікті программа. Бұл программаны жазу үшін жаңағыдай неге жазасыздар, экшн для видео бірдеңе деп шығасыздар. И вот сіздермен болған мен Кимер. Келесі видеода кездескенше видеоға лайк басып қойыңыздар, каналға жазылмаған болсаңыз. И все, давайте, достар.